Алдымен енді мына қосылып жатқандардың барлығына тыңдаушыларымызға сәлеметсіз бе дейміз. Бекен Қайратұлы, сізге де қуаныштымыз. Бүгін міне сұхбатқа қатысып жатқаныңызға. Алдымен шырайлы шығыстың, алтын Алтайдың ыстық сәлемін жеткізгім келіп отыр. Тыңдарман қауымға бүгінгі тікелей эфирдің қонағын таныстыра кетсем деп ойлаймын. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның мәдениет қайраткері, Егемен Қазақстан газетінің шолушысы, тарихшы, этнограф Бекен Қайратұлы. Сұхбат алушымен Гүлбаршын Тілегенқызы, Шығыс Қазақстан Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының қызметкерімін. Бүгінгі енді тақырыбымыз салт дәстүр сан ғасырлық саф мұра деп аталады. Сондықтан да енді Бекен аға, өзіңізге қояр біраз сұрақтарымыз бар. Ұлысын ұлықтай білген халықтың ұрпағымыз, сондықтан да салт дәстүрге байланысты, ат белгілі, құс белгілікке байланысты біраз сауалдарды сізге жолдағым келіп отыр. Енді сізді журналист Бекен Қайратұлы ретінде барлығымыз білеміз. Ал бала Бекен қандай болды екен? Сол туралы осы сауалдан бастасақ ең бірінші. Жалпы мынау шығыс халқын, отандастарымды, жерлестерімді келе жатқан жаңа жыл мерекесінде құттықтаймын. Оның сыртында елбасы кешегі жолдауында айтты ғой, Шығыс Қазақстанда өркениеттілік туралы, Семей қаласында Абай ауданы құрылуы туралы, бұның бәрі үлкен жақсылық деп ойлаймын Гүлбаршын. Біріншіден, екіншіден кім бала болмады? Бәріміз де бала болдық. Соның екінші мына бала дегеннен бұрын сізге айтар, мына шығыспен мен бір кіндігім байланған. Тарбағат деген аудан бар, сонда мен 7 жыл тұрдым. Сол кезде мына кім екеуміз көрші болдық, мына Абаш Кәкеновтің үйімен. Қабыл Балшековтың ақындармен қанаттас жүрдік. Сондықтан шығыс маған ыстық. Өйткені мен балалық шағымның жалғасы шығыста жалғасты. Мен туған жер қандай еді? Кең дала, керімсал өлке, сол жақ Қобда беті, тура бала шағымда жаңағы жібі үзілмеген, дәстүрден ешқандай бұра тартпаған, қазақы орта туып өсіп, сол қазақы ортада қазақы тәрбие алғандықтан, сол қазақы қуатпен, қазақы күшпен қазіргі дәуірге дейін сол жаңа күресуде, сонымен тіресудемін. Есіңізде болсын Гүлбаршын. Кім өзінің қайнар бұлағын толық сусындамаса, ол екінші мәдениеттің құлы болып кетеді. Екінші мәдениеттің тіресетін, сонымен бірге өмір сүрететін, одан үстемдік құратын не? Сенің төл мәдениетің. Сенің төл мәдениетің, сен бойыңа қаншалықты қуатты сіңіре аласың, соншалықты ұлы армандарға жетелейді, ұлы бола аласың. Сондықтан мен бала күнгі өмірім осы көшпенділердің ортасында өстік, төл мәдениетке қанық. Соның арқасында қазіргі жазып жатқан кітаптарым сол өмірден түйген туындыларым. Яғни біздің басты құндылығымыз халқымыздың тілі, мәдениеті, дәстүрі. Сен кімсің деген кезде мен қазақпын деп өзінің ана тілінде сөйлей алатын ұрпақты, қазақ қайдан шықты дегенде өзінің өткен тарихын, салт дәстүрін айта алатын, тілін қастерлей алатын, салтын ұстана алатын ұрпақты тәрбиелеу осы отырған баршамыздың міндетіміз, борышымыз, парызымыз деп ойлаймын. Бүгінгі біздің сұхбатымызда осы бағытқа бағытталған. Ендеше қазір мына эфирді тамашалап отырған көрермендердің ішінде қара сөздің қадірін түсінетін осы Бекен Қайратұлы не айтар екен деп сіздің осы сізбен болатын кездесуді күтіп жүрген көрермендеріміз отыр. Бекен аға, жалпы сізді журналист ретінде білеміз, кітап жазған қаламгер ретінде білеміз, этнограф ретінде білеміз, ал офицер екеніңізді көпшілік қауым біле бермейді. Сол туралы айтып жіберіңізші. Мына адамның өмірінде әрбір кезеңдерден тұрады ғой. Мен жалпы өмірді ұмытылмайтын үлкен кезеңдер осы офицерлік кезең. Дәл бүгін наурыздың 17 күні Моңғол халық армиясының 100 жылдық мерекесі атып өтіліп жатыр. Бір жағы енді бала кезде сусындаған, бала кезде өмір сүрген ортамның бұл бір маған сіңген дәстүр деп айтуға болады. Неге? Жалпы адам өмірін таңдамай тағдыр таңдап береді деген сияқты 17 жасында әскери жоғарғы институтқа Чохабатыр атындағы Ұлан-Батыр қаласындағы қабылдандым. Соның ішінде картография, артиллерия, есептеу қисын жөніндегі жаңа мамандықты оқыдым. Бұл маған көп жаңа жағдайларда, көп уақиғаларда, көп керемет көмектер болды. Басқасын айтпаған емес, сізге қызық айтайын. 94-95 жылы Тарбағатай аудандық газетке қызметке келдім. Сол кезде менің міндетім жауапты хатшы болатын. Жауапты хатшы не істеу керек? Жаңа картографиясы сызу керек мақалалардың. Сонда қарадым деген сізге салдым. Мынау кезде марқұм жаңағы редакторымыз Нұрхан Қайырбаев деген кісі, сен қайдан білесің дейді. Өйткені ана жалпы негізі жаңа картография екеуі бірдей екен. Міне осындай жағдайларда өмір сүрдік. Енді офицер болғанның несі офицерліктен қырағылық қой.
сол қырағылыққа тәрбиелендім. Одан кейін жаңағы өлкетану, оның ішінде жаңағы картография жақсы мамандандым. Соның үстінде жаңағы біздің жаңағы оқуымыз әбсіресіндегі оқуым мына ай жұлдыздарға бағыттап жаңағы үлкен зеңбіректерді жаңағы ату формасына кіргізу болатын. Сол арқылы жаңағы мына әлемдік жаңағы астрономиялық көптеген білімдеріміз болды. Соған қарап өлкетану, дүниетану, сол сияқты жаңағы ауа райын болжау сияқты аталарымыздан қалған дәстүрді ғылыми негізде жалғастырып, осылай өмір сүрген жайымыз бар қарағым. Жалпы енді мына шоқандар оқыған мектеп осы дейді ғой, солай ма? Шоқандар мектеп оқыған мектеп омбы кадет корпусы ғой. Бірақ негізгі ілімдік құрылым осы. Ілімдік құрылысын айтып отырмын, иә. Иә. Яғни осы білімнің сізге пайдасы болды ғой өмірде, мен соны білмекші болғам. Әрине. Мен сізге айтайын, сіздің мына бір сұрағыңыздың ішінде бар, методология әдістеме дейді. Жалпы біздің қазақ халқы, мына қазақ руханияты жалпы мына бір отарлық дәуір деген бастан кешеді. Отарлық дәуір дегеніміз басқаның жаңағы мәдениетіне сусындау ғой. Сонда бізге методология оқытылмады. Басқаның бәрі оқытылды. Жалпы адамда мынандай нәрсе болады, күлбаршын, сана деген болады. Имани сана дейік, тарихи сана дейік, әдеби сана дейік. Жалпы сана қоғам қандай өзгереді, сана солай өзгеріп отырады. Демек, мына отарлаудың бір тәсілі методологиялық сананы қалыптастырмайды. Абай айтады, дүние бірдеме істеген кісі еретін дейді. Ерет деген методология. Бас пен аяқты, қолмен кеудені ажырататын. Демек, методология оқытылмағандықтан біз қайттық, әдеби санаға өтіп кеттік те, әнге, жырға, ақындыққа, шешендікке сен өзі өткізбей құмар болдық. Бұл қайтеді? Бұл ұстап алатын тегі жоқ, тоқтап қалатын бұрылысы жоқ, кете беретін қуанышты адамды көкірегіне ақыл ұялатпайды, сезім ұялататын сондай бір методология. Осыны оқытып қойды ғой бізге. Демек, менің жаңағы айтып отырған, нені айтқалы отырмын дегенде, осы әбсерлік ұғым маған методологияны үйренуге, оны іске асыруыма әдет қалыптастырды. Яғни мен де байқадым, сіздің сұхбаттарыңызда методология деген терминді көбірек пайдаланады екенсіз. Яғни бұл дегеніміз математика, жоспар, жүйе деген мағынада. Мына грек тілінен аударғанда таным тәсілдері, зерттеу деген сөз, иә? Сол сөзді сіз өте көп пайдаланады екенсіз. Жәнеге оқырман қауымға түсінікті болсын деп сұрап жатқаным ғой, өйткені сіздің сұхбаттарыңызды тамашалаған кезде осы терминді осы кісі неліктен көбірек пайдаланады, ол нені айтқысы келді деген сауалдарға жауап болсын деп жатқаным ғой. Жалпы Бекен аға, енді Тарбағатайға бардыңыз, қара жұмыс істедіңіз, әскери барлау оқуын оқыдыңыз. Журналистикаға қалай келдіңіз сонда? Келгеннен кейін жаңағы қоғамға менің не пайдам тиеді? Жылқы бағам ба, қой бағам ба, немесе жаңағы бір жаңа ауылдық жаңағы тағы қызметтер атқарамын таңдау түсті. Сол кезде қоғамға ең әсер ететін сол 90-шы жылдары ғой журналистика болды. Үніңді жеткізесің, халықтың мұңын айтасың, және жазу тәсіліне үйренесің. Осылай таңдадым. Ең бірінші жаңағы аудандық газетке мақала жазып жүрдім де, ары қарай сол желініп кеттім. Осылай менің журналистикалық таңдауым халыққа деген өзімнің пайдам тигізетін тәсілімді таңдап алудағы басты мақсатым. Айта бере ғой. Енді жалпы сіздің кітаптарыңызға келетін болсақ, өзімді қазақ халқы баладай аңғал, даладай жомарт қой. Қазір біз қандай да бір рухани маужырауда жатқан сияқтымыз. Енді менің өзімнің жеке көзқарасым осы рухани маужыраудан оятатын, селт еткізетін дүниелер қазір өте қажет біздің халқымыз үшін. Енді осы бағытта жалпы тыңдармандарға айта кетсеңіз, қанша кітабыңыз жарыққа шықты, қалай деп аталады, мақсатыңыз олар жазғандағы тақырыбы? Әр дәуірдің өзіндік сұранысы болады. Сұранысы. Рухани бола ма, ол не болады? Сол сұранысты қанағаттандыратын адамдарды ағартушы дейміз. Сол сұранысты қанағаттандырып қоймай, ары жолын ұсынатын адамдарды көшбасшы дейміз. Демек, бұл көшбасшылық пен ағартушылық қазіргі дәуірге дейін біздің қазақтың алаштар кезеңіне тән. Екіншіден, жалпы қазақ халқы әлмисақтан бері пайда болып бүгінге жетуі, оның мықтылығы. Тек қана бір дәлел айтайын. Кеңес одағы құрылғанда Ленин декреті бар. Декрет дейміз бе? Сонда 194 ұлт тіркеледі. Ұлт ретінде, жеке дара этнос ретінде. Құлағанда содан
99 жүзі қалды ғой. Соның ішінде біз де қалдық. Және тәуелсіз ел болдық. Үлкен даламыз бар. Демек біз қалай? Демек бізге ағартушылық жолын ұстайтын, қателігімізді түзейтін, біз бұл енді алға қалай қадам басамыз, жаңа ғасырға қалай қадам басамыз деген тарихи сананы қалыптастыратын ағартушылық жолдар керек болатын. Демек осы жолда енді қазақта сөз бар ғой, жаңағы кімде? Сұлтанмахмұт Махмұтов айтады. Қараңғы қазақ көгіне өміліп шығып кім болам дейді. Кім болмасын кім болам дейді. Сол сияқты әрбір алаш баласы мен істемесем кім істейді деген мақсатта өмір сүру керек деп ойлаймын. Осы орайда ең бірінші өзімнің ағартушылық публицистикалық кітабым Күміс жамбы деген жарық көрді. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Екіншіден, одан кейін мына қазақтың ат бегілгі өнері деген кітабым жарық көрді. Бұл ат бегілгі өнер деген жалпы мынаны ұғу керек. Қазақтың тарихи емес, методология, әдістемелік санасы деген болған. Оны сұңғылалық деп айтамыз. Қазақ халқы адамды бір рет көретін де, жау ма, дос па, қандай қабілеті бар, мынау кім дегенде сезе қоятын. Бұны сұңғылалық басқа халықтарда мәттәхам сондай жақсы дамымаған. Сол сұңғылалық әдістемесін дамытатын нәрсе қазақтың ұстап тұратын жаттығу жылқы. Жылқыны танып арқылы қазақ қоғамын танитын, жылқының жүргізгенін біліп арқылы, былайша айтқанда жылқы қазақтың жаны, санасы, сезімі. Осы мақсатта осы методологиялық сананы жаңғырту үшін қазақтың ат бегілгі өнері деген кітап жаздым. Мұнда барлық методологиямен жазылған кітап бұл. Ешқандай этнографиялық мақсат бар, бірақ ғылыми емес. Үшінші кітап қазақ қалай отарланды деген. Жалпы біздің өткен тарихымыз, соңғы 300 жыл тарихымыз, анау деміз, мынау деміз, тек қана отарлану тарихы. Ал қазіргі біздің дамымай отырғанбыз, сол отарлаудың кесірі. Анау Еуропаның бір атақты несі бар, ғалымы бар, негізі қай жерден Томсон деген. Сол кісі айтады, отаршылық дегеніміз дейді, жылан терісі сияқты түсіп қалатын қап емес дейді. Ол мәңгі жүріп отырады. Ол қандай көрініс, тілден көрініс береді, ойдан көрініс береді, мінезден көрініс береді. Осы көріністерден құтылудың осыдай сен кім отарлады, және қалай отарланды, енді бұдан құтылу жолдары қандай деген мақсатта 400 беттік қазақына қалай отарланды атты ағартушы мақсатта халқымыздың тарихи санасын жаңғырту мақсатында кітап жазып шықтым. Алда да кітап жазып жатырмын. Осылай Гүлбаршын шырағым. Мына жерде мен сұрақтарды оқып кішкене соған нетіп жатырмын. Және сіз айттыңыз ғой, мына қазақтың ат бегілік өнері деп. Енді бұл мен ойлаймын біздің рухани дүниемізге қосылған бір керемет құнды дүние деп, өзі жалпы жылқы мен кіндігі байланған қазақпыз ғой, өзі не нәрсені осы тіркеспен байланыстырамыз, атпен. Адам сөйлескенше жылқы, кісінескенше дейміз, ат төбеліндей дейміз, қамшы салдырмаймыз, шабан адамды өте көп. Енді баяу басатын адам шабан дейміз, астындағы атын алтай іздегенбіз, өте көп айта берсек. Жалпы айтыңызшы, мына тұлпар дейді, жылқының ішінде тұлпар дейді, жай жылқы бар. Тұлпарды қалай айырамыз? Бұл жерде тұлпар деген жүйрік емес. Жүйрік бөлек, тұлпар бөлек. Мен сізге айтайын, қазақ жылқыны негізінен жауынгерлік мақсатта пайдаланған. Екіншіден, кім айтады ғой, Ілияс Жансүгіров, бақса мал ішсе сусын деп. Сосын айтады, қазақ дейді, аттың үстін тақтан, ханның тағын айтып отыр, ат көрген дейді. Демек қазақ жылқысының өзінің мақсаттары бар. Yani жауынгерлік жылқы дейді, жауынгерлік жылқы. Жауынгерлік жылқының ішінде қандай? Жорық аттар және сайыс аттар деп бөлінеді. Сайыс аттар жекпе-жекке шығады. Ол батырдың тақымынан біліп отырады. Былайша айтқанда, жекпе-жекке тек қана екі батыр емес, жылқы да қосылады. Кімнің жылқысы мықты, кімнің жылқысы сезімтал, кімнің жылқысы маневр дейміз ғой. Жаңағы соғыс өнеріне жеттік, сол адам жеңеді. Одан кейін мынау жорық жылқылар деп айтамыз. Жорық жылқылары олар жүйрік емес, олар берік аттар деп айтады. Олар жорыққа шығады, шаппайды, желіп отырады, немесе бүлкілдеп желіп отырады. Ұзақ ғасырларға шабады. Уақыт жерді алып береді. Жүйрік ат бөлек, жүйрік ат бәйгеге қосу үшін, көңіл көтеру үшін жасалып жатқан дүние, осыны көбіміз ажыратып бермейміз. Тұлпар мініп, жүйрік мініп шықты, соғысқа жүйрік мініп шықпайды, соғысқа айғыр мініп шығады. Айғыр дегеніміз көбінде жүйрік бола бермейді. Былайша айтқанда берік жылқылар, берік ақылы, жылқының ақыл дейтін болады. Жылқы өте ақылды қалды. Сіз білесіз ғой, Қобыланды батыр жырында Алпамыс батыр жаңа жаудан келсе, елін жау шауып кеткен, сол кезде Чоғырат күлге аунайды да, күлдің астында гүл барсын, сұлудың сенің атың сияқты. Тығып кеткен Қобыланды ас қылсын деп асты тауып береді.
Сол сияқты жылқының түйсігі мен адамның түйсігі біріккен жағдайда, yani бір-бірі түсініскен жағдайда жырларда айтады ғой. Қара кер ат саған шаба алмасаң, маған серттіне алмасаң, саған серттен сияқты жылқы мен аттың серттесуі бұл ішкі үнсіздіктің қалыптасуы. Түсіндіңіз бе? Міне, осы жылқының тұлпары дейді. Ақылды жылқыны. Сосын бұл жаңағы жылқылардың ішінде қазақи тұқым дегендер бар. Қазанат, арғымақ деп айтамыз ғой. Бұның бар жылқының тұқымдары қазмойын дегендер. Жылқының тұқымдары топтар деген екі бөлек болады. Топ дегеніміз бөлек, табын деген топ деген бөлек. Демек негізі жалпы қазақтың жылқысының ең генетикалық, ең арғы тегі жабы. Ана берілден шыққан жылқыларды зерттеп көрдік та, ең Зейнол Самашев ағамыз бұл жабы тұқымы деген пәтуа берді. Осы жабы тұқымының ішінде де тұлпар, қазмойынды осының ішінде барлық жылқының түрлері осының ішінен шығады. Отарлаушылар қайтты. Жабыны жаман көрсетті. Бұқар жаудың аузына сал, жабыдан айғыр салмаңыз, жауға мінер атты. Бұл Бұқар айтқан жоқ, бұл бергі отаршылардың салған ізі. Сосын қайтты. Отаршылар қазақты отарлап, бұны тұрақтандыру үшін артынан түсір, жылқысынан айыр дейді. Сосын мен біріне фактілерді білемін. Жылқыдан айыру арқылы қуатымыздан, күшімізден, санамыздан айырды ғой. Осы шаруа. Сонда мен бұрындары жабы дегеніміз жылқының нашары деп түсінетінмін. Олай емес екен ау. Емес екен. Енді айтыңызшы, тұлпарды қалай айырамыз? Мына жаңағы тұлпарды айырмайды. Тұлпарды баптап пайда болдырады. Сол тұлпар шығатын құлынды құлынмен таниды. Мысалы сізге айтайын. Мына қазақ жырларында Қабанбай батырдың қу басады деген жыр бар. Сол жырда атақты Қазыбек би Үмбетей жырауды хат жазып Бұланбай байға жұмсайды. Сонда айтады. Жүрісі Қазыбектің сөзіндей болсын, мести көзіңдей болсын дейді. Жаңа Бұланбай бай семіз адам болу керек. Сосын дейді, бір қараған кісі қайта түсіп қарайтын дейді. Бірдеменің көзіндей болсын дейді. Содан хат келгеннен кейін Қабанбайға жауға мінетін тұлпар керек қой. Сонда қайтеді. Бұланбай бай жылқысын шақырып отыр, мынандай жылқы бар ма дейді. Бар дейді. Қайдан білесің дейді. Тұлпар туғанда дейді. Тұлпар туғанда ең жалпы жылқының туы, жылқының құлынның туы көктем кезі ғой. Ол табиғи белгілі нәрсе. Мына жылқыда үйір деген болады, табын деген болады. Табын деген пәленбай үйірдің бірігіп, жаңа табын болуы. Сол табынды түнді аралап келе жатырдың барлық жылқы дүрк етіп бас көтерді дейді. Басын көтерді. Не? Ол тұлпар туғанда бүкіл жылқы басын көтеріп құрмет жасайды. Шауып көрсен бір бие туып тұр екен дейді. Қолымның төрт аяғымен тік түсті дейді. Міне бірінші сипат. Екінші, тыңдаңыз. Қойланды батыр деген адам жауға шабайын деп кетіп барады жатады. Сол кезде көктем аймақ айтады ғой, ана жерде жаңа той істеп жатыр. Алтын бағаның басына жан біліп қойыпты. Соны атып түсірген адам қызым деген. Көктем аймақ кім? Парсының қаны. Қазіргі Иран, Ирак, түркмендердің. Сонда патша сұлу қызын кімге береді? Байға бермейді. Мергенге, батырға береді. Атып түсіретті, алып келеді. Содан кейін көп жылқының ішінде келе қозғасылу не дейді? Ане көк бие кімдікі дейді? Менікі дейді. Соның ішінде тұлпар тұр дейді. Оны қайдан білді? Ал қазақтың санында тұлпар туатын бие оң бүйіріне салық көтеді қолында. Соған дүркін қарап тұрады. Соны біліп қойды. Ана бие мекіреніп тұрады ғой. Дүркін қарай, иә дұрыс айтасың, қарап тұрады. Сол сияқты тұлпар туған құлынды. Одан кейін екінші жаңа қандай тұлпар екенін білесің, қандай да жылқысынан сұрайды ғой жаңағы Бұланбай. Сонда айтады ғой, оны құлын күнді алып келіп желіге байладық дейді. Сол кезде 7 күн астын қазып жатпай тұрып алды дейді. Сосын желкесі қиылмасын деп босатып жібердім. Одан кейін арда еміздім дейді 2 жыл. Арда емізу деген не? 2 жыл жаңа тайын демді, құнан демді деген сияқты биесін жаңағы былай шыққанда төл алғаннан кейін қыстың аяғында ыстықтай терілетіп келіп шауып келіп тоқтата қойса құлын тастап жібереді. Одан кейін қайтеді. Төлейді, арды емізіп отырады. Осы сияқты шаруа бұны айта берсе әңгімесі көп. Сіздің жаңағы тыңдармандардың сіздің үкіміңіз бойынша қысқа қайырып отырғандығын арға жалғастыра беріңіз. Жоқ аға, айта беріңіз, әңгімеңіз қызықты. Өте қысқа қайырмаңыз, өте тұшымды әңгіме болып жатыр. Мына жалпы қазақ 7 атаға дейін қыз алыспауды жылқыдан үйренген дейді. Сол жөнінде не айтасыз? Есіңізде болсын. Қан жақындасу деген болады. Жалпы қоғамда, өмірде жылқы болсын, мал болсын, қай-қайсында. Тіпті өзі мына қан жақындасудан құтқаратын нәрсе мал түлігін сапаландыру, жаңа тұқым шығарып отыру. Немесе алыстағы малдармен будандастыру, адамдасу.
Өйткені жаңағы жылқы айғыр өз тапқан құлынға, өзінің жаңағы төлдеріне шаппайды. Міне, тектілік қайда жатыр. Ал қан жақындасса, өзінің үйірін таратып жібереді. Жоқ. Өйткені қайтеді. Оның жаңағы эволюциялық түйсігінде жылқы малы құрып кетудің сақтанған түрі. Одан кейін қайтеді. Өзінің үйіріндегі құлын-тайларды қуып апарып басқа үйірге тастайды да, ананың үйіріндегіні ауыстырып алып келеді. Міне, тектілік қайда жатыр. Демек, мына немістің бір үлкен ғалымның сөзі бар. Кім ненің етін көп қолданады, оның санасы, тұлғасы, ақыл-ойы сол жануарға тең болады деген. Біз қойдың етін жейміз, сабырлығымыз шығар, жылқының етін көп жейміз. Тұлпар сияқты мінезіміздің несі шығар, қазақ айтады ғой, адам жылқы мінездес деп. Сол сияқты мынау жылқы адамнан үйренді ме? Ол енді адам жалпы мына өмір деген нәрсе сұрыптаудан тұрады. Дарвиннің сұрыптауы емес, ақылды сұрыптау. Егер осы сұрыптау бұзылса, революциялық үрдістер орын да, жау, жар, былайша айтқанда берекесіздік, одан кейін тұқымсыздық, одан кейін сапасыздық туып тұрады. Түсінікті. Демек, түсіндің ғой, әлі жақсы. Бекен аға, сонда мына жылқыға байланысты қандай тамаша әңгімелер бар ия? Мына жігіттің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы дейді ғой. Қандай да бір ойдың түйінін әкеп осы жылқымен байланыстырып отырған қазақ қандай дана дейміз де. Мынандай бір сізге сұрақ келіпті, мен енді ойлаймын, және сол сұрақтың жауабын берген сияқтысыз. Рахия Нұралиевна деген тыңдарманымыз сұхбатқа сәттілік тілейміз дейді. Мен Егемен Қазақстан газетінің әрбір санын оқимын. Сонда жарияланатын сіздің мақалаларыңыздан көп мағлұмат аламын. Барлық журналистер сіз сияқты болса дейді де, ары қарай сұрақ. Қазақтың атбегілік өнері туралы айтсаңыз дейді. Рахмет сол кісіге. Атбегілік өнер дегеніміз ілім ғой. Бұл өнер емес, ілім, өнер. Не айтты, жаңа өзі айтты ғой, Егеменнен жаңа мақалаларын оқып отырамын деп. Жалпы біз адамда мақсат болу керек те. Өмірге келдім, мен халқыма, жұртыма не істеймін деген. Демек, әркімнің қолынан біреу жау үйсап береді, біреу егінді салып жыртып береді, біреу тракторын жөндеп береді деген сияқты. Менің мақсатым байырғы сананы қайта тірілту. Сен сол жолда амал айлаға қатысты мақалалар жазу. Жалпы мен этнограф деп айтып, мен этнограф емеспін. Амалсыздан этнографияны зерттеп жүрген адаммын. Өйткені қазақтың санасы сонда жатыр. Этнография мынандай түрлерге ғылыми деп айтамыз. Көп жетеді. Тұрмыстық деп айтамыз. О да жетеді. Бұл қандай? Бұл дәстүрлі этнография, менің айтып жүрген. Дәстүрлі этнография дегеніміз халықтың мінезі, жаңағы атбегілігі. Атбегілік дәстүрлі этнографияның шыңы. Жалпы қазақтың атбегілігі мен құсбегілігін зерттемейінше, соны әдіс айласын танымыңызға сіңіріп, соны сіңірмейінше, сіз байырғы генеалогиялық, генетикалық тұқым қуалаған ірі жадыңызды жаңғырта алмайсыз. Сұрақ қойған апайға, қарындасымда болар, рахмет. Енді қысқа қайырып отырмын ғой. Арғай сұрағын жалғастыра бер, Күлбашын. Бекен аға, жәнегі жылқыға байланысты енді біраз дүниені айттыңыз. Мақсатым деген сөзіңізге кішкене тоқталып қалдым да, және мақсатым деп айтып жатырсыз. Қазақстанда келгендегі мақсатыңызды айқындап бір өлең жазып едіңіз ғой, соны оқып берсеңіз. Ақыннан қал сұрама жыр сұра дейді ғой. Неге келдім, қайдан келдім деген. Енді ол қазір қолымда дайын емес еді. Дәл қазір. Мен мына компьютерге қарап бір сәл-пәл қысқартып оқиын жарай ма? Ол өзі үлкен нәрсе. Мынау өзі алғаш атамекенімізге келгеннен кейін, енді ол сенімді туған ауылың ғой. Сұрақтар болды ғой. Шын мәнінде мен Тарбағатай өлкесіне келудегі мақсатым бірінші айта кетейінші. Қазақстанға келуден бұрын Қазақстанның сол кезде қазақ энциклопедиясы деп 12 том кітап болды. Сол кітапты толық қарап шықтым. Сонда мынандай сөз бар. Советтік кезеңде 70 жылдық тек қана құжаттарын қазақ тілінде толтырған, қазақ тілінде жазатын бір-ақ аудан болды дейді. Ол Мұғалжар емес, ол Жетісай емес, Шардар емес, Нарынқол емес, Тарбағатай ауданы деп жазыпты. Демек, не болса қазақтың шетіне барайын деп Тарбағатай ауданын таңдап келгендегі тұрмын ғой.
Келгеннен кейін сол жалпы сол ауданның сол кезде халықтың етіне әлеуметтік жағдайлары үлкен ақсақалдар бар. Бәрі арғы бетте өмір сүрген екен. Тіпті арғы беттегі тарихи жадылар өте мықты. Таңғы Түкіртайдың баласын көрдім деген сияқты. Мынау кімнің кітабы бар ғой, Қабдеш Жұмабек тағдыр деген, сол неге тарбағатай маңындары дейді ғой. Сондағы оқиғалардың бәрін көз көрген кісілер екен. Осылардың маған жаңағы атбек, әсіресе жылқы баптайтын кісілер болды, жаңағы тіршілікте де Мұқаш деген шал. Солардың амал айласын көріп өстік қой енді. Сосын келгеннен кейін адамдар сұрайды, қайдан келдің дейді. Сол кезде айтамын ғой, Алтайдың ар жағынан келдім, Байырғы аймағынан келдім, өңі бұзылмаған қазақтың қаймағынан келдім. Алтайдың өрінен келдім, Моңғолдың жерінен келдім, дастарханы жиылмаған қазақтың төрінен келдім. Құпия сеніммен келдім, теппеген теріммен келдім, ата мекенімден туған жерімнен келдім. Тауыл алқаптан келдім, әрине осы жақтан келдім, қазақи сағынышымды тарқатқалы келдім деп. Енді бұның бәрі жүректен былай оңай тез шығасылар сөздер емес, былай жеңіл көрінгенмен, бұлардың енді жалпы үлкен мақсаты бар. Осы өлең жазылған туралы айтып кетейінші. Bir gün ағаш қонаққа шақырды. Үйінде қонақта болдым, қайтып келдім. Сонда әңгімелер болды, кішкене тебіреніп келдім де Абаш өлең айтты. Жыр жырлады, ол кезде Абаш болып тұрғанда. Бай сақталсын, қалай төгілуші еді. Соны шабыт алған болуым керек, осы өлең жаздым. Соның ішінде енді мынандай бар. Атамекенге неге келдім дейді. Жан мұңымды айтайыншы деп келдім, қазақ биін тартайыншы деп келдім, қазақстан ұрыстанып барады дейді, Расмекен байқайыншы деп келдім. Алтын ордам көрейінші деп келдім, қолым үшін берейінші деп келдім, шетте тудым, шетте өстім ағайын, дәл ортаңда өлейінші деп келдім. Атамекен нұралайын деп келдім, шертіп бір күйуанайын деп келдім, сен жыласаң жоқ деп айтып, тоқтап сен қуансаң қуанайын деп келдім. Атамекен айналайын деп келдім, күтіп алар бармағайын деп келдім. Қасіреттің тұнып жасса көкейде жырың болып сорғалайын деп келдім. Дұшпандарды бұқтырайын деп келдім, кірмелерді ақтырайын деп келдім. Шет елде де қазақтар бар айбарлы құдіретін ұқтырайын деп келдім. Дүниеден бір кетейін деп келдім, мәңгүрттерді күлкі етейін деп келдім деген сияқты әңгіме кете береді енді. Соның ішінде мынандай бар, не келдің дегенде. Келгеннен кейін бірден әкелу керек қой. Сағыныш сырымда келдім, шықпаған үнімде келдім, ешбір дақ түспеген тап-таза тілімде келдім. Асылдың сүйегін әкелдім, ғасырдың тілегін әкелдім, ескі қазақтың аңқау жүрегін әкелдім, бабамның мұратын әкелдім, қажымас қуатын әкелдім, ескі қазақтың инабат ұятын әкелдім, өнердің көрмесін әкелдім, қыздардың зердесін әкелдім, сіздер ұмытып қалған қазақ бейнесін әкелдім деп осылай толғанады. Демек, Гүлбаршын естіп отырсың ба, бұл жерде тағы бір қосымша айтқым кепті, бұл негізі 4 өлең еді. Біреуін ешқашан айтпағам, және жазбағам, және жарияламағам. Келгенде не көрдің деген бар еді. Иә. Оны айта аласыз ба енді? Қазір оқып бере алмайсыз ба? Жоқ, енді 2-3 жұмағын айтайын, ол ауыр. Енді адамдар нәпсісіне тиюі мүмкін ғой. Дүние қуарыпты, арал су алыпты, орыс басып алыпты, қазақ тілін атып алыпты, намаз өткізген нәрді әлаңа шошқа жатып алыпты. Қыздардың шашын қырқып тастапты, сарырқағын танымайсың, үйтіп тастапты, найзаның күшімен қорғаған далаңды орыстар жыртып тастапты деп. Осылай ғой, бұның бәрі меніңше Гүлбаршын. Алғаш келген кездегі бойда ылықсып тұрған рухани рухты келбеттейміз бе, болмыс дейміз, соны көрініс деп ойлаймын. Ал келесі сұрағыңа көшейік. Керемет. Жалпы айтылмаған сөздің атасы өледі дейді. Өте керемет жазылған өлең. Осы өлеңді мен өзім YouTube каналдан өз аузыңыздан естіген едім. Қазір де сол біздің тыңдармандарға оқып берсе деген ойда болдым. Жалпы енді ары қарай сұрағымызды жалғастырайық. Мына атбегілік туралы айттық. Енді құсбегілікке тоқталсақ, бұл енді қазақ халқының ғажайып бір өнерінің бірі, саятшылық, құс арқылы аңшылық жасау, аңшылық құру. Бұл енді тіршілік қамы ғана емес, бұл бой жазу, сергу, қандай да бір спорт, көңіл көтеру дейді. Қазақ даласында өте ерте дамыған, саятшыларды қазақ халқы өте құрмет тұтқан. Әсіресе мына Абайдың өзі керемет құсбегі болған ғой. Мына ұлы ақынның осы қыры әлі күнге дейін зерттелмей жатыр. Дұрыс. Сәкен Сейфуллинді алсақ, 1937 жылға дейін өзінің ұсталып кететін кезіне дейін ауласында, Алматыда үйінің төрінде бүркіт ұстаған. Сонда аулаға шығып, жәнегі бүркітті сипап отырып, сондай бір рахат сезімге бөленеді екен. Ол туралы анасы жазып кеткен. Сосын кейін Жошы ханның қолында 3000 қыраны болған. Абылай ханның өзінің айналасында 500 бүркітшісі, Ақсұңқар ителгісі болған дейді. Енді сізге мынандай сауалым, жалпы осы ерекше өнерді кез келген адам меңгере ала ма? Құсбегілікпен айналысатын адамдардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Жалпы бұл жерде бір нәрсені нақтылайық. Құсбегі дегенде құстың түрі көп.
құстың түрі көп болғанда бұл құстың жаңағы жылы құстар деп айтамыз, иә. Одан кейін шәуілі құстар дейміз, одан қыран құстар дейміз. Қазақ осы қыран құстарды баптаған. Атасы бүркіт, сұңқар, тоғымтай, жағалтай дейді, кете береді. Соның ішінде бүркітті айтайық. Бүркіт жерде жүре ме? Жоқ, аспанда жүреді. Сол аспанда жүрген құсты жерге түсіріп, оған жаңағы өз қызметін істетіп, түлкі алдыра ма, арқар алдыра ма, қара құйрық ұстата ма? Ал осыны солай баулыған халық қандай керемет халық. Тілін білген, аспанда қарады. Мұндай халық жер бетінде екеу, біреу қырғыз, біреу қазақ. Басқа ешқандай халықта аспандағы қыранның тілін тапқан дәстүр болған емес. Демек, тілі жоқ. Мақұлықты хайуанның тілін табу үшін қандай түйсік керек, қандай айла керек. Бұл тілмен айтып жеткізе алмайтын керемет құбылыс. Түсіндіңіз ба? Қыран құста жаңағы қыран құстың өзі тұлпар сияқты. Қыран құста ақыл бар. Қыран құс салу адамның рухын көтермей ме? Дүниеде басқа қызық көрмедім дейді абай айтады. Құс салып күлкі алудан. Сонда сол қазақ дүниенің қызығына бату үшін екінші өзінің қыран құсты тану арқылы ой сана, генеалогиялық, генетикалық санасын жетілдіру үшін осылай қыран құсқа құмар болған. Ол өз алдына өте үлкен тақырып. Бұның да методологиясы бар, бұның да арғай айтылмаған сырлары бар. Мен бір нәрсені білемін. Қытайда болған оқиға, елді жау шабады, қырғын болады, ел ауады. Соның өзінде жаңағы ұшақпен келіп жаңағы халықты бомбалай береді ғой. Сол кезде Сарқыран деген болған кемиқ теңізіне қойып өткенде ұшқан күйінше барғанда ұшақтың шофер дейді ұшқышын бүріп түскен ғой. Екінші, мен бір тарихи деректі мынау жаңағы Алтай ретінде дейміз, Алтай дегеннен кейін қазіргі күршімнің ар жағы, былайша айтқанда қазақтар мекендеген Кішкене қаттырақ айтсаңыз, маған жетіңкіремей жатыр. Иә, мынау жаңағы тағы бір деректі айтайын сізге. Мен бір орыстың деректерін оқытым кезінде, патшалық кезінде, Алтай өлкесінде өзім менің долбарым бойынша сол жағы Рахман бұлағын арғай деп ойлаймын. Бір ауылдан жаңағы бір орыстың саяхатшылар келеді, бірақ қырылып қалады. Тексерсе әгілер жаңағы оба тиген екен. Содан әскер шығып жаңағы ауылды қоршап алады ғой. Сол кезде ешқандай сырттан қатынас болмайды. Сол кезде сол ауылда бүркіт болған. Бүркіттің қоя бертеді. Сол бүркіт сол ауылға түлкі, қоян, қарсақ, қасқыр, кішкентай жаңағы тау ешкілерінің лағын көтеріп әкеп, сол 6 ай жатқанда қоршауда әлгі ауылды аман алып шыққан. Міне, көрдіңіз бе? Осылай әңгімелер қайда жатыр. Жаңа сіз айтып отырсыз кейбір деректерді. Жаңа 1240 жылы ма? Жоқ, одан кішкене ілгері қазақ даласын кесіп өткен Марко Поло деген итальяндық саяхатшы болған. Соның жаңа шығысқа саяхат деген кітабы бар. Сонда айтады, мен ұлы дала дейді, қазақ даласын кесіп өттім дейді. Сонда 5 үйдің бірінде бүркіт бар дейді. Олар дейді, ол бүркітті сән салып тана түсін ұстайды дейді. Екінші мен сізге дерек айтайын. Біздің ауылда болды. Жаңа бір ақсақал бүркіт салып кеткен ғой. Содан тауда жүріп, таудан құлап, аяғы сынып қалады. Бүркіт қайтады, ауылға өзі ұшып келеді. Сол балалар ойбай, мынау не болды дейді де, әлгі бүркіттің артынан еріп отырып, жаңағы әкесіне барады. Міне бүркіттің ақылы деген осы. Әңгіме көп, Гүлбаршын. Болған оқиға. Жалпы осы жазып жүрмін, Құсбегілік өнер деген кітап. Тура Атбегілік өнер сияқты. Шіркін соған жаңағы қолдау көрсетіп жіберетін адам да болмайды ғой. Қазір біздің адамдардың талғам түсінігі қазақилықтан гөрі басқа нәрсеге ауып кетті ғой. Ал айта бер сұрағыңды. Жоқ, тамаша. Енді осы кітабыңыз жарыққа шықса, нұр үстіне нұр болар еді. Халыққа жетсе, қаншама дүниелер, қаншама танымдық осындай ақпараттармен таныс болар еді. Енді біздің мемлекет сияқты осы құсбегілікті мына дүние жүзінде бірде-бір ел ұлттық спорт ретінде дәріптемеген екен. Құсбегілікті басқа елдер
спорт деп емес, өнер ретінде, қызығушылық ретінде қабылдап дәріптеп жүр. Расында және сіз айтып жатқандай, қазақтың мінезі, рухы, болмысы бәрі осы қыран құстың бойында болса керекті. Енді осы қыран құс туралы деректерді мен бір оқып қалдым, осы ғаламтордан оқыдым ба, жәнегі газет бетінен оқыдым ба, мектеп бағдарламасына енгізу керек, соның уақыты келді деген бір әңгімелер болған еді негізінде. Мен енді ойлаймын, бұл жалпы дұрыс дүние деп. Енді және айтып жатсыз ғой, заманына қарай адамы деп, қазіргі адамдар басқа дүниені тұтынады, басқа кітапты оқиды, басқаға көңіл бөледі деп айтып жатырсыз. Енді соған орай бүгінгі заманда ақсақалдар мектебі, әкелер мектебі, аналар мектебі деген үрдіске қалай қарайсыз? Бұл қазақ қоғамын бүгінгі күнге жеткізіп келген қоғамның тұтасып жатқан институтациялар еді ғой. Тек қана аталар мектебі, аналар мектебі, әжелер мектебі, батырлар мектебі деген болды. Билер мектебі деген болды. Ахундар мектебі деген болды. Сол сияқты жаңа осының бәрі қалыптасып, әр мектеп өз тәртібінде болатын, өз тәрбиесі болатын, және бір-біріне соқтықпайтын, бір-бірінің егініне түсіп кетпейтін, және өзінің міндеттерін атқаратын жеңгелер мектебі деген болды. Ол жаңағы қайындарына жол сілтейді, үйленуіне бағыт жасайды. Билер мектебі шешім шығарады, аталар мектебі жаңағы шешімді орындайды, тыңдайды. Жезділер мектебі, жеңгелер мектебі, батырлар мектебі деген сияқты осы әрбір мектептің өз орнында тұрғандықтан қазақ қоғамы сақталып келді. Сосын бұның ішінде есе бір айтып кететін нәрсе бар. Ахундар мектебі дейміз ба, не дейміз? Сондай имамдар мектебі дейміз ба, ауыл молдалар деп айтқан дұрыс шығар. Міне, бұл ең бір керемет мектеп болатын. Ана Алаштың барлық Әлихан, Бөкейхан, Ахмет, Байтұрсын, тіпті бері жағындағы Бауыржан Момышұлы, жаңағы Мағжан Жұмабаев, Сұлтан Махмет, Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, барлығының өмірбаянында Хан Сәтбаевтың да ауыл молдасынан оқыған деген жалғыз сөйлем тұрады. Жалғыз сөйлем тұрады. Бұны бәріміз аңғара бермейміз. Ауыл молдасы дегеніміз ең бірінші балаға имани тәрбие беретін мектеп, Ахундар мектебі. Сол ауыл молдасы оған қатан қатар адам сыйлауды, ата-анасын сыйлауды, қоғамға жаңа зиян істемеуді, ала жұбаттамауды бәрін үйретіп барып, екінші жолдама жіберетін. Олар ауыл мектебін бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орындарына барды, Томскіге барды, Петерборға барды, Омбыда оқыды. Бірақ олардың бәрінде ең алғашқы ауыл мектебі, молдалар мектебінен қалыптасып қалған дәстүр жақсы сіңгендіктен қалай оқытса да ұлтына бұрып тұратын. Міне көрдіңіз бе? Сол қазақ қоғамының институттарының бір көрініс осыдан көрініп тұр. Екінші, ақсақалдың алтын кесіп өтпе деген сөз, аталар мектебіне қиянат жасама деген сөз. Ал біздің құрып отырғанымыз осы мектептердің тәрбиелік үрдісін мына ғасырға аман-есен жеткізіп келе алмадық, жолдан бұзып алдық. Осы. Керемет. Енді жалпы осындай дүниелер қайтадан жолға қойылса, қандай жақсы болар еді, міне? Жас ұрпаққа тәрбие беретін, тағылымды ой айтатын, жол көрсететін, бағыт бағдар беретін. Жалпы Бекен аға, мына болар адам бала шағынан болашағына кітап ұстап барады дейді. Енді мен кітапханашы ретінде сізге қояр сұрағым, алғашқы оқыған кітабыңыз есіңізде ме, ең алғашқы? Және жастарға оқуға не ұсынар едіңіз? Мен ең алғашқы оқыған кітабым әрине әліппе ғой. Одан қарттанып болғаннан кейін жаңағы кітаптар оқыдық. Көркем әдебиеттен. Иә, көркем, оның бәрін қазір айтып отырсам жетеді. Әсіресе анау бізде аударма кітап көп болды, сондығыма Сүлеймен патшаның кеніші дейміз, сол сияқты детективке өте құмар болдық. Қазір ол жасынан кеттік. Ол детектив тек қана сезім ойнатқаны болмаса, адамға жаңағы керемет тәрбие бере қоярлықтар деп айта алмаймын. Бірақ өмірімде бір ұмытылмайтын екі кітап бар. Біріншісі Джек Лондонның Мартин Мидин деген кітабы. Қатты әсер етті. Өйткені ол кітапты оқымас бұрын көп жаңағы күнделіктерді оқып жүремін ғой, ол адамдардың. Осындай өзгеруіме, осылай қалпынуыма, осылай қуаттануыма сол кітапты оқығаннан кейін пайда болды дегенде көп кезге берді. Сосын оқып көрсем шынында солай екен. Екінші, мына елін сүюдің, жерін сүюдің, сол шағатта ұлы
жырды сүюдүн, сонымен қатар өз халқының мінезін жаңағы ұнатудың, оны насихаттай алудың, оны үлгі көрсетудің үлгісі Расул Гамзатовтың «Менің Дағыстан» деген кітабы. Осы кітапты расын айтсам тіпті 19-20 жасынан бастап 40 жасыма дейін күнде оқыдым деуге болады. Бірақ оның бәрін жаңағы енді шынын айтайын, оның өзі екі аудармасы бар, қазақ тіліндегі аудармасы өте нашар. Тіпті бермеген, моңғол тіліндегі аудармасы керемет. Сол тілден оқимын, және бәрі жатталып қалған. Және сол жаңағы жазу барысында мына жазуда саз музыка сияқты ырғақ болады. Мына ырғағы бөлек жазу танылып тұрады. Мына кісіге қазір біздің барлық шығармаларда, барлық университетте ырғақ жоқ. Бір сарынды қарабайыр шабыспен жазады. Ана кітапта поэтикалық ырғақ бар. Мен қазір журналистикада кішкене ырғақты мақалалар жазам, көп жағдайда қара мақалаларда көп қой. Соның негізі қалыптасуын осы кітапта оқыған мәселе етті деп ойлаймын. Одан кейін қазіргі балаларға, егер қазіргі балаларға мен ұсынар болсам, мынау шығыстың Зайсанның тумасы Марат Қабанбаев деген кісі болды. 2002 жылы ма, 1 жылы дүниеден өтіп кетті. Осы кісінің «Қазақ қайда барасың» деген кітабы бар. Бұдан артық кітап көрген жоқ. Бұл әдеби көркем шығарма емес, публистика. Жалпы қазақтың бүгінгі жағдайын толымды баяндай алады, өзі кім екенін түсінесің, және қателік қайдан кеткенін айтылады. Екінші кітап өзінің ең сүйіп оқитыным Тұрсынжан Чапай деген адамның кітабы, «Қазақтың жаны» деген кітап. Шіркін осыны керемет түсінген жағдайда қазақ көп нәрсеге, ол мына дәуір, қысқасы Абай дәуірінен кейінгі екінші қазақты сынаған, сынай тұра жол көрсеткен туынды. Сосын кейін мына Абайды оқи беру керек, 18-де оқығаның бір бөлек, 20-да оқығаның, 30-да оқығаның бір бөлек, қазір оқыған тағы бөлек. Абай қазақтың шамшырағы. Сонда сол Абайды оқыса да түсінбейтін адамдар дайын емес пе ол ақпаратты қабылдауға? Ол түсінбейді деген сөз, оның миында қазақилық жоқ деген сөз. Абайды кім түсінеді, түсінбейді, сол арқылы қазақтың кәдімгідей, бұл шкала дейміз ғой, сын емес пе? Егер Абай түсінген жағдайда қазақ түсінер еді ғой. Марат Қабанбай жазады, шіркін-ай дейді, барлық шенеунікті 1 жыл түрмеге тығып қойып, Абай жаттатып шығарарын дейді. Ол осы жаңа сана, былайша айтқанда, тарыққаннан айтылған сөз ғой. Айта бер сұрағыңды. Жақсы аға, енді Астанада қазір жұмыс жасап жүрсіз, жалпы ел көріп жүрсіз, жер көріп жүрсіз, қаншама адамдармен қарым-қатынас жасайсыз. Өзіңіздің өміріңіздегі қандай да бір қызықты оқиғамен бөлісе аласыз ба? Мен бір қызықты оқиға айтайын. Әлі есімнен кетпейді. Мен білместік қой. Біздің жақта қай жылғысың деген сөз, қай жылғысың деген. Сен қай жылы солдатқа бардың, қай жылы армия қатарына бардың деген сұрақ орында жүреді. Әскерге ғана қатысты. Иә. Ана жақта қай жылғысың деген, қай жыл туғансың деген сұрақ. Иә. Сөйтіп мен жаңағы Ұлан Батырдан бала шағам бар, әйелім бар, жаңағы көшпен келе жатырмыз ғой. Біз шекара ашып жаңағы Улан-Удэ деген жер бар, жаңағы Буратияның несі астында, соған жақын жер шекарада Наушка деген жаңағы бекет бар. Соңғы түссек жаңағы Тарбағатай ауданының, сіздердің ауданның, мына қазірге дейін бар, мына ауданда сот болды, Сержан Чөкеев деген азамат бар. Қазірде тұрады аман есен. Сол Сержан Чөкеев өз бұрыннан білем, Моңғолияда, армияда болған. Сол мені күтіп алуға, ол кезде милиция, қару жарағы бар, ауданда жаңағы қызметке бәрі күтіп тұр екен. Сол кезде маған олар сұрады ғой, қай жылғысың деп. Сол кезде мен бұрынғы әдет бойынша 1980 жылғымын дедім. Демек 80 жыл деген сөз, жаңағы ол кезде 91 жылы мен 11 жастағы бала болып отырмын ғой. Бір-біріне қарап, үндемей таңдана түсесің, 11 жастағы бала, әйелі бар, 3 баласы бар, бұл қалай келжесе деп ойлаған шығар деп ойлаймын. Қайталап сұраған жоқ. Сұраған ұялды ғой. Сол өзі әлі есімнен кетпейді. Осы дүние. Сосын кейін екінші сұрақ, қызық. Біз келдік, 3 деген жерден түстік.
түстік жаңағы ауылдың автобус күтіп алып тұр екен, бір мұртты жігіт отыр, қарасам жаңағы Рабошкин дейді ғой, жаңағы кәсіподақ комитетінің төрағасы екен. Ол кезде мен картограф деп айттым ғой. Үштөбеден жүріп келе жатырмыз, ай мынау жарма Георгиев көмек деп қоямын, мынау көкбөкте келдік деп қоямын. Сосын кейін кетіп бара жатырмыз, мынау Ақсуаттың жаңағы поворот дейміз ба, жаңағы Ақсуатқа баратын жол ғой деп біліп қоямын. отырсыз алдын ала. Бәрі алдына картаны қарап алам. Сөйтсем ол мені тыңшы келе жатыр, барлаушы келе жатыр деп қорқып тұр байғұс. Ауылға келіп айтады ғой, ойбай сұмдық барлаушы келіп қалды, пәле болды, байқаңдар. Осы. Рахмет. Жалпы Бекен аға, мына бағанадан байқап отырмын, тыңдармандар да байқаған шығар, міне сөзіңізде прямо төгіліп отырасыз, төрт аяғын тең басқан жорғадай сөз саптауыңыз, сөз байлығыңыз енді керемет. Мына қазіргі жастар, шындығын айтқанда жастар емес, енді жастарға жаба бермейік. Жалпы қазіргі қоғамдағы адамдар өзінің бүгінгі істеп отырған жұмысын айта алмайтын деңгейге жеттік. Әке мен бала сөйлесе алмайтындай. Бір қоғамдағы, отбасындағы жанұя мүшелер бір-бірімен сөйлесіп, болмаса ұстазға бала сабағын айта алмайтындай дәрежеге жеттік. Яғни қарым-қатынас аз. Осы адамдардың тіл байлығын жақсарту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Кітап оқығаннан басқа. Сізге бір әңгіме айтайын. Ауылда өстіңіз ғой. Ауылда өстім. Мал сауып келеді, пештің үстіне бір жаңағы ыдысқа сүт қойып қояды. Ол қайнайды. Сүтті қайнайды демес, сүтті пісті деп айтады, ет сияқты. Ол сүт пісқаннан кейін қайтеді, асып төгіледі. Сол сияқты сенің санаңда, көкейіңде рухани ой жетіліп болмайынша ол ешқашан сөзбен шықпайды. Ең бірінші, шешендік деген нәрсе тіл болмайды, тіл емес. Ол ой, ол жүрек. Мида, жүректе. Жоқ, жүректе, мида емес. Жүректе. Сол жүрекке ұйыған ақыл парасат сол тілден сөздеп шығады. Ал шешендік дегеніміз соны үйлестіру, қорыту, соны бере алу методологиясы. Ал бұны қалыптастыратын нәрсе жыр оқу. Және соны сіңіре білу. Өйткені қазіргі балаларға жырда мың жерден оқысаң да түсінбейді. Әшейін әріп қыппен оқиды. Демек, біз тұғырлы санадан айырылып қалғанымыз ғой. Сонысынан шешендік шықпайды. Шешендік шығады. Жасанды шешендік. Демек сіз шешендікті үйрету үшін бірінші методологияны қалыптастырып алыңыз. Әдіс амалын қалыптастырып алыңыз. Сізде ниет бар, ұсыныс бар, ықылас бар. Методологияң жоқ болып тұр ғой, қызым. Тамырдан үзіліп қалдық па сонда? Бұлай қарасың, үзілмеген сияқтымыз. Әдемі киінеміз, әдем болып жүреміз. Сенің сыртқы әдемілігің мен жүрек әдемілігің үйлеспей тұр. Ішкі әдемілік деген не? Рухани қазынаның бай болуы. Сол сенің рухани қазынаң аузыңнан сөзбен төгілуі. Яғни рухани аш қазіргі адамдар. Жоқ, рухани аш дегенде олар рухани аш емес. Өйткені руханиятты олар не деп ойлайды? Руханиятты жаңа пұс, мынау кішкене ақпар. Мына адамда сана болады, ақпараттық сана деген тағы бар. Қай жылы соғыс болды? Соғыста кім батыр болды? Тарбағатай ауданының жері қанша километр шақырым? Аудан қашан жабылды? Бұлар ақпараттық білім. Осыны білім деп көреді, түсіндіңіз ба? Білім мен ілім айырылмай алған ғой. Демек, енді саған бұның бәрін түсіндіру үшін көпке кетіп қалатын шығармын. Өзің ақылды азаматсың ғой, түсініп отырған шығарсың. Осылай, сіздің жаңағы шешендік туралы жаңағы істеп отқан ісіңізді қарап отырмын да айтқаным ғой, сізге көмек болсын, мәселенің түбі қайда жатқанын теңізде жатыр ғой, құйрығы пәленің, соны ұқсын дегенім ғой. Сөйлей беріңіз. Яғни түп тамырын іздеу керек дейсіз ғой, арыдан. Түсінікті. Енді айта беріңіз. Қаланың баласынан шешендік шығара алмайсың, ауылдың баласынан қойшының баласынан шығады. Түсінікті. Енді осы жерде Бекен аға ең соңғы сұрағымды қойғым келіп отыр. Бір кем дүние деп нені айтар едіңіз? Бір кем дүние деп па? Бір кем дүние деп, шіркін-ай, шынымды айтайыншы. Бұл өмірді біледі, өмір сүргісі келеді, және жақсы өмір сүреді. Бұл өмір үшін барлық күш қуатын жұмсайды. Бірақ ақыретке қам жасамайтын адам ең бір кем дүние деп айтар едім. Ақыретке қам деген не? Бұл имани сана. Егер ақыретте сен
Алланың сұрайтынын, алдында жаңағы дозақтың азабы барын, әрбір істеген қиянатын сол жерде ашыққа шығатынын білгенде ешнәрсе істемес еді. Ешкімге қиянат жасамас еді. Жақсылық жасаудан басқа қолына ештеңе келмей қалар еді. Демек, барлық қиянаттың басы, барлық жамандықтың басы дінсіздіктен бір кем дүние осы. Ең үлкен дос. Бекен Қайратұлы, енді жалпы алдымызда үлкен Наурыз мейрамы келе жатыр, өзіміздің ұлттық мерекеміз, халықтық мерекеміз. Енді осы мереке қарсаңында тыңдармандарға бір жақсы игі тілегіңізді айтсаңыз, сонымен осы сұхбатымызды. Наурыз мейрамымыз қайттық. Өлең айтатын, жыр жырлайтын, қазақша киім киетін, қаз жейтін, домбыра шертетін мейрам ғой жүреді. Наурыз мейрамының негізгі концепциясы татулық мейрамы, татулық. Ең бірінші ренжіскен адамдар бірін-бірі кешірседі. Екінші, шығыс халықтарына тән жер жыртып диқаншылардың жаңағы егін шаруашылық дейміз бе, былайша айтқанда жер емген халық қой, солардың жаңағы күні туған күн. Ой, біздің күніміз майдың 2-3-інен кейін тумай ма? Ан жақта жаңағы жертіп жүрсе, бізде міне қардың астында жатқан жоқпыз ба? Ай, болмаса осыны ажыратып, көктем мейрамы деген бізде майда келеді ғой, соны неге ажыратып істемейді? Екі ортада жаңағы суға, қара суықта тоңып бүршіктеп жүріп көктем мейрамы деп қоямыз. Осының бәрін жаңағы талғап, тоқтатып, осыны ажырататын болмаса миымызда жоқ қой. Бірауыз тілегіңіз. Татулық мейрамы ғой, тату болайық, еліміз аман болсын. Әсіресе қайталап айтамын, сіздердің шығысқа қатысында Абай ауданын ашу не деген керемет. Кеше естігенде көзімнен жас шығып кетті. Енді жаңағы онсыз да, енді бұрынғы жаңағы Тарбағатайда мен өмір сүрдім ғой. Сол кезде аудан жабылғанда көзім көрмей, халық қалай тозып кетті. Қала сол кезде 45 мың халық болатын, қазір 20 мың үстінде қалды. 20 мың халық қайда? Тозып кетті. Туған жеріне адам кете ма? Арқарда аяз, арқар алып не бар дейді. Ал оның сыртында ол жай кеткен жоқ қой. Қанша моральдық тозып кетті. Қанша жаңағы қиындықтар көрді. Демек, олардың бойында реніш бар ғой. Бойында реніш бар. Бойында реніш ұялаған халық бар, мемлекет ешқашан баянсыз болмайды. Сондықтан осы халықтың реніш кетсе екен деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет, Бекен аға. Жалпы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының ұжымының атынан сізді алдағы үлкен мерекемізбен құттықтаймыз. Ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, Наурыз мейрамы құтты болсын. Осы отырған барша қауымға тек қана жақсылық, денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік тілеймін. Өзіңіздің алтын уақытыңызды қиып, біздің бүгінгі міне сұхбатымызға қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Тұшымды сұхбатыңыз үшін мың алғыс. Туралықтың тізгінін, шындықтың шылбырын ұстап жүре беріңіз. Үлкен рахмет айтамыз. Сау сәлеметте болыңыз. Рахмет сізге.